Әлем кеңістік пен уақыттан және олардың құрамдас бөліктерінен тұрады. Ол әлемдегі барлық тіршілікті, кез келген іргелі әсерлесуді, физикалық процестер мен тұрақтыларды, яғни субатомдық бөлшектерден бастап галактикаларға дейінгі энергия мен материяның барлық түрін қамтиды. Әлем толығымен дерлік қараңғы энергиядан, қараңғы материядан және қарапайым материядан тұрады, ал оның басқа құрамдас бөлігі өте аз мөлшердегі электромагниттік сәулеленуді және антиматерияны құрайды. Әлем эволюциясы тарихында материя мен энергияның барлық түрлерінің үлесі өзгеріп отырды. Бүгінгі таңда атомдарды, жұлдыздарды, галактикаларды және өмірді қоса алғанда, қарапайым материя әлемнің құрамының тек 4,9%-ын құрайды. Қараңғы материя, материяның әлі анықталмаған жұмбақ түрі, ол әлем құрамының 26,8%-ын құрайды. Ал бос кеңістіктің энергиясы болып табылатын және әлемнің кеңеюін үдетуге себепші қараңғы энергия 68,3%-ды құрайды. Қараңғы материя бүкіл электромагниттік спектрге көрінбейтін, бірақ әлемдегі материяның көпшілігін құрайтын материяның гипотетикалық түрі. Қараңғы материяның бар болуы мен қасиеттерін, оның көрінетін затқа, сәулеленуге және әлемнің ауқымды құрылымына гравитациялық әсерінен анықтауға болады. Қараңғы энергия бүкіл әлемді толтырып тұратын және оның үдемелі кеңеюіне себепші энергияның гипотетикалық түрі. Материяның қалған түрі бұл атомдар, иондар, электрондар және олар түзетін объектілерді қамтитын қарапайым материя. Ал әлемнің химиялық құрамына келетін болсақ, ол негізінен сутегі мен гелийден және аз мөлшерде басқа элементтерден тұрады. Жалпы қорыта айтатын болсақ, әлем секунд сайын үздіксіз өзгеріп тұрады.